Қазақ елі тәуелсіздікке жету жолында талай қиындықты басынан өткерді. Жастары мұз жастанып, қар жамылды. Көпшілігі сұңғыла саясаттың құрбанына айналды. Желтоқсан оқиғасындағы жан түршігерлік жағдай тозақ шеңбері трагедиясында көрініс тапты. Спектакльде Қайраттың рөлін Олжас Мұсабеков сомдады. Актер бұл рөлді сахнаға алып шығу үшін көп еңбектеніпті. Жауапкершілік жүгі ауыр болғандықтан батырдың өлеңдерін жаттап, режиссермен бірлесіп еңбек еткен. Қайратты білмейтін қазақ жоқ. Қайраттың істеген ерлігі, Ләззат апаларымыздың істеген ерліктерін білмейтін қазақ жоқ. Енді Қайратты мен өзімше алып шығуға тырыстым. Мен сомдайтын Қайрат ақын, мен сомдайтын Қайрат батыр, мен сомдайтын Қайрат нәзік, мен сомдайтын Қайрат лирик, мен сомдайтын Қайрат өзінше бір ғашық дерті бар, ғашық сезімі бар жігіт. Жастардың желтоқсанда қалай көтерілгені, жастардың патриоттық сезімі көрсетіледі, махаббат та бар бұл жерде. Сол кезде жастардың қалай қиналғандығы, барлық шындық бүге шігесіз баяндалған. Әрине енді жындыларды сомдау оңай нәрсе емес, өте қиын. Бұл жерде маған көп көмектеген режиссердің көмегі көп дейді. Сол кісінің направлениесімен ізденіп сахнаға шығардық. Жаудырдың сахнада жүргеніне 7 жыл болыпты. Ең алғаш ол Ханшаның рөлін сомдаған. Содан бері басты рөлдерді сахнаға алып шығып келеді. Сондықтан болар әрбір қойылым сайын өзіне ерекше жауапкершілік артады. Қойылым Қарағанды, Қызылорда, Шымкент қалаларында сахналанған. Елордалық көрермендер бұл пьесаны алғаш рет тамашалауда. Елім деп елжіреген ұлтжанды ұрпақтың өткені сомдалды сахнада. Ал бүгінгі ұрпаққа тәуелсіздік бағасы аманатталды. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.